Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді біздің отбасының сүйікті тағамдарының бірі штурдель асын бірге дайындайтын боламыз. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап қоямыз. Бір жұмыртқаға 1 шай қасық тұзды және де 150 грамм суды құйып, осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде 53-тен өткізе отырып қосып, тура еттің қамыры секілді қатты қамыр илеміз. Қамырды жақсылап 5-10 минут шамасында иін қандырып илеп, бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Бұл арада тағамымыздың начинкасын дайындаймыз. Мен барлық өнімдерді турап дайындап алдым. Ет, пияз, сәбіз, картоп барлығында ірілеу етіп осылай турап дайындап аламыз. Егер елек пышақ жоқ болса, кәдімгі пышақпен турай берсеңіздер болады. Қазанға май қоямыз. Майымыз қызғаннан соң етімізді салып, еттің сөлі тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Еттің сөлі тартылғаннан соң ұсақтап тұрылған пиязымызды салып, пиязды да бір 2-3 минут шамасында жақсылап қуырамыз. Содан соң 1 шай қасық паприка салдым, дәміне қарай кішкене қара бұрыш және де 1 шай қасық томат пастасын салып, жақсылап 1-2 минут шамасында барлығын қуырамыз. Содан соң кішкене су құйып, етіміз піскенше бетін жауып, баяу отта 40 минут шамасында бұқтырамыз. Арасына салатын салмасына мен укроп, петрушка, пияз барлығын ұсақтап турап, кішкене тұз сеуіп дайындап алдым. Осылай қоссаңыздар өте дәмді болады. Қуырып жатқан кезде қамырды міндетті түрде 2-3 қайтара илеп дайындап алыңыздар. Сол кезде қамыр теп-тегіс болып, өте әдемі жайылатын болады. Қамырға ұн сеуе отырып, қолымызбен домалақ формаға келтіріп, қамырды жұп-жұқа етіп оқтаумен жаямыз. Қаншалықты қамырды жұқа етіп жайсаңыздар, сіздердің штрудельдеріңіз соншалықты әдемі әрі дәмді болатын болады. Сондықтан барынша жұқа етіп жаюға тырысамыз. Құрметті менің көрермендерім, егер сіз менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіз менен шыққан әрбір видеоны бірінші болып қарайтын боласыз. Қамырды жақсылап жұқалап жайып алғаннан соң, қамырдың бетіне міндетті түрде сұйық майды құйып, барлық жеріне бір тегіс етіп, барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Сұйық майды жағып болғаннан соң, жаңағы турап дайындап алған ас көгімізді, пиязымызды осы қамырымыздың үстіне салып, барлық жеріне бір тегіс етіп жаямыз да, қамырымызды шетінен бастап рулет тәрізді етіп ораймыз. Менің қамырым үлкен болғандықтан қамырды теңдей етіп екі ортасынан бөліп алдым. Егер сіздердің қамырларыңыз кішілеу болса, бөлмей қойсаңыздар болады. Мен қатты қалың болмау үшін осылай ортасынан бөліп алдым. Содан соң қамырымызды осылай қалауыңызша үлкен кіші етіп бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Ендігі кезекте етіміз толықтай піскеннен соң сәбізімізді салып 2-3 минут шамасында қуырамыз. Содан соң картопымызды салып, картопты да тағы бір 2-3 минут шамасында жақсылап қуырып алып, картоптың бойымен бірдей етіп, су құйып, қазанның қақпағын жауып, суымызды қайнатамыз. Суымыз қайнағаннан соң, жаңағы алдын ала дайындап қойған қамырымызды бір тегіс етіп, осы картоптың бетіне орналастырып шығамыз. Және де қыздар, қамырды осылай бір қатар етіп орналастырғаннан соң қамырларыңыз артылып жатса, бетін тағы да сұйық маймен майлап жіберіп, тағы да бетіне қамырды қойып, қазанның қақпағын жауып, орташа отта 30 минут шамасында пісіріп аламыз. 30 минут өткеннен соң біздің қамырымыз да картопымыз да барлығы пісіп дайын болады. Осымен біздің өте дәмді штурдель тағамымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде менің рецептіме жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Бұл ас менің отбасымның сүйікті асы. Ас болсын.